Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен икемділік ұғымын қарастыратын боламыз. Соның ішінде баға бойынша сұраныстың икемділігін қарастырамыз. Бірінші кезекте икемділік дегеніміз не? Икемділік дегеніміз ол коэффициент. Бір айнымалының өзгерісі нәтижесінде оған жауап ретінде екінші айнымалы қаншалықты өзгеретінін көрсететін коэффициентті икемділік деп айтамыз. Бүгін біз сіздермен бағаның өзгеруінен туындайтын сұраныс көлемі қаншалықты өзгергенін көрсететін сұраныстың бағадан икемділігін қарастырамыз. Баға бойынша сұраныстың икемділігін біз ағылшынша и әрпімен белгілейміз. Икемділік сөзі ағылшынша elasticity деп аталады. Сондықтан сол сөздің бас әрпімен и деп белгілейміз. P дегеніміз баға, D дегеніміз сұраныс көлемі. Оның анықтамасы. Баға бойынша сұраныстың икемділігі дегеніміз бағаның өзгеруіне сұраныс көлемінің салыстырмалы өзгеру реакциясын көрсететін коэффициент. Алдарыңызда екі сұраныс қисық сызығы көрсетілген. Сол жақтағы сұраныс қисық сызығы ол икемді, және оның бұл қисық сызық сәл жазыңқы болып келеді. Мысалы үшін баға, тауар бағасы P0 деңгейінен P1 деңгейіне дейін 5%-ға көтерілді. Нәтижесінде осы тауарға дейін деген сұраныс көлемі Q0-ден Q1-ге дейін 10%-ға азайды. Егер де біз 10%-ды 5%-ға бөлетін болсақ, коэффициент мәні 2-ге тең болады. Демек, сұраныстың бағадан икемділігі 1-ден үлкен. Демек, икемділік коэффициентінің мәні 1-ден үлкен болған жағдайда, бұл икемді сұраныс. Ал оң жақтағы суретте икемсіз сұраныс қисық сызығы берілген. Оның графигі сәл тіктеу болады. Және бұл мысалда тауар бағасы 20%-ға өскенде, нәтижесінде осы тауарға деген сұраныс көлемі 10%-ға қысқарған. Егер де біз сұраныстың пайыздық өзгерісі 10%-ды 20%-ға бөлетін болсақ, коэффициент мәні 0,5 болады. Егер де икемділік коэффициентінің мәні 1-ден кіші болса, бұл дегеніміз икемсіз сұраныс қисық сызығы. Бұл коэффициентті қалай есептейміз? Алдарыңызда сұраныстың бағадан икемділік коэффициентінің формуласы берілген. Оны есептеу үшін біз сұраныс көлемінің пайыздық өзгерісін осы нарықтағы тауар бағасының пайыздық өзгерісіне бөлеміз. Мысалы үшін сникерс шоколады негізіндегі мысалды қарастырайық. Сникерс шоколадының бағасы 150 теңгеден 200 теңгеге өскен жағдайда, осы сникерске деген сұраныс көлемі 10 данадан 5 данаға дейін төмендеген. Енді осы коэффициентті есептейік. Біз алымында сникерске деген сұраныс көлемінің пайыздық өзгерісін пропорция арқылы есептейміз. Ал бөлімінде осы сникерс бағасының пайыздық өзгерісін пропорциямен есептейміз. Сникерс бағасы 50%-ға өзгерген. Сникерске деген сұраныс көлемі 50%-ға өзгерген. Ал сникерстің бағасы 33%-ға өзгерген. 50%-ды 33%-ға бөлетін болсақ, біздің коэффициентіміздің мәні 1,51. Демек, икемділік коэффициентінің мәні 1-ден үлкен. Демек, алдымызда икемді сұраныс берілген. Осы коэффициент мәніне қарай сұраныс икемділігінің 5 түрі бар. Ол икемсіз сұраныс, икемді сұраныс, абсолютті икемсіз сұраныс, абсолютті икемді сұраныс және икемділігі 1-ге тең бірлік икемділігі бар сұраныс. Енді әр сұранысты жеке-жеке қарастырайық. Абсолютті икемсіз сұраныста икемділік коэффициентінің мәні 0-ге тең. Бұл дегеніміз тауар бағасы өзгерген жағдайда, сол тауарға деген сұраныс көлемі өзгеріссіз бір қалыпты қалады. Сұранысы абсолютті икемсіз болып табылатын тауар ретінде дәрі-дәрмекті айтсақ болады. Егер де бір тұтынушы белгілі бір дәрі-дәрмекке зәру болса, ол дәрінің бағасы қаншалықты қымбаттаған жағдайда да, ол сол дәрінің белгілі бір мөлшерін сатып алатын болады. Келесі сұраныс қисық сызығының бірі ол икемсіз сұраныс. Коэффициент мәні 1-ден кіші болады. Бұл дегеніміз
Мысалы, алдымыздағы мысалда тауар бағасы 20%-ға өскен жағдайда, осы тауарға деген сұраныс көлемі 10%-ға азаяды. Икемсіз сұраныс қисық сызығы әдетте бірінші реттік қажеттілікті қанағаттандыратын тауарларға деген сұранысқа тән. Мысалы үшін күнделікті тұтынылатын сүт, май секілді тауарларға осындай сұраныс қисық сызығы тән. Ол тауарлар қаншалықты қымбаттағанымен, біз сол тауарларды күнделікті өмірде сатып аламыз. Келесі сұраныс түрі ол бірлік икемділігі бар сұраныс. Бұл сұраныс түрінде алдымыздағы мысалда тауар бағасы 20%-ға өскен жағдайда, осы тауарға деген сұраныс көлемі 20%-ға қысқарады. 20% сұраныс көлемінің өзгерісін бөлеміз 20% бағаның өзгерісіне, коэффициент мәні 1-ге тең болады. Келесі икемділік мәні 1-ден үлкен, икемді сұраныс қисық сызығы. Мұнда тауар бағасы 4 теңгеден 5 теңгеге 20%-ға өскен жағдайда, осы тауарға деген сұраныс көлемі 100 данадан 36 данаға, демек 64%-ға қысқарады. Егер де 64-ті 20-ға бөлетін болсақ, коэффициент мәні 3-тен сәл жоғары болады, демек ол икемді сұраныс. Бұл дегеніміз тауарға деген сұраныс көлемінің өзгерісі бағаның өзгерісімен салыстырғанда едәуір көп болады. Әдетте бұл секілді сұраныс жаңағы сән-салтанат тауарларына деген сұранысқа тән. Мысалы үшін сән-салтанат тауарлары қымбаттаған жағдайда, біз бұл тауарларды күнделікті өмірде қажет етпейміз, сондықтан оларға деген сұранысымыз күрт азаюы мүмкін. Келесі сұраныс түрі ол абсолютті икемді сұраныс. Бұл сұраныс түрінде коэффициент мәні шексіздікке ұмтылады, және сұраныс қисық сызығы горизонталь түзу қисық сызық болып табылады. Әдетте бұл секілді сұраныс қисық сызығы жетілдірілген бәсеке нарығына тән. Сіздер білесіздер, жетілдірілген бәсеке нарығында бірдей тауарды сататын фирмалар саны өте көп, және тауар бағасын нарық орнатады. Сондықтан барлық сатушы тауарды осы нарықтық бағамен 4 теңгемен сатады. Ал осы 4 теңгемен тауарға тұтынушылар кез келген сұраныс білдіреді. Кейбір тұтынушылар аз тауар алуы мүмкін, кейбір тұтынушылар көбірек тауар алуы мүмкін. Егер де осы сатушылар саны өте көп нарықта бір фирма тауарды қымбатырақ бағамен, мысалы $5 сатам деген жағдайда, сол фирманың деген өніміне сұраныс көлемі 0-ге тең болады. Өйткені тұтынушылар басқа фирмалардан сатып ала алатын болады. Ал егер де осы нарықта белгілі бір фирма тауар бағасын 4 теңгеден арзан, мысалы үшін 3 теңгемен сатқан жағдайда, сол фирманың тауарына деген сұраныс күрт өседі де, ол шексіздікке ұмтылады. Әрине, өмірде ондай шексіздікке ұмтылатын сұраныс болмауы мүмкін, бірақ бұл дегеніміз осы арзан бағамен сататын фирманың тауарларын лезде сатып алушылар сатып алып кетеді дегенді білдіреді. Жалпы осы сұраныстың икемділігіне әсер ететін 4 фактор бар. Ол бірінші кезекте ол тауар категориялары. Ол бірінші реттік қажетті тауар ма, әлде сән-салтанат тауары ма? Бірінші реттік қажетті тауарларға сұраныс икемсіз болады. Екінші фактор ол осы тауардың жақын субституттарының болуы. Егер де қарастырылатын тауардың субституттары көп болған жағдайда, бұл тауарға деген сұраныс икемді болады. Келесі фактор ол жақын нарықтарда тауардың болуы. Егер де осы қарастырылып жатқан тауар көптеген нарықтарда сатылатын болса, ол тауарға деген сұраныс икемді болады. Және де келесі фактор ол уақыт. Қысқа мерзімде сұраныс икемсіз болады, ал ұзақ мерзімде ол өзгерістерге ұшырауы мүмкін болғандықтан ол икемді болады.